Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгін біз сіздермен бірге ұбт сұрақтарын талқылайтын боламыз. Бірінші біздің сұрағымыз ол гетерогенді реакцияның жылдамдығы. Жалпы білесіздер, жылдамдық ол бізде химияда белгілі бір уақыт аралығында концентрацияның өзгеруі, иә. Негізгі формуласы міне бізде осы, алдында плюс минусы бар. Енді жалпы бұл жылдамдықтың формуласы ол бізде тек қана гомогенді реакция үшін. Яғни мына жақта шатасып С вариантын белгілемеңіздер, ол қате болады. Себебі есеп бізден гетерогенді реакцияның жылдамдығын сұрап отыр. Ал гетерогенді реакция дегенді білесіздер, бұл бізде агрегаттық күйлері әртүрлі заттар бір-бірімен әрекеттескенде болады. Ол жақта бізде зат мөлшерінің өзгерісі бөлінген S көбейтілген дельта Т. Бұл жақтағы S бізде ол сол қатты заттың беткі ауданы болып табылады, ал ню ол бізде зат мөлшер. Сондықтан бұл жерде міне Б вариантын белгілейміз. Енді зат мөлшерді бұл жерде N әрпімен белгіленген, бұнда ешқандай айырмашылығы жоқ. Екінші сұрағымыз, гидролиздену процесі соңына дейін жүреді дейді. Жалпы бұл жақта енді жүретін тұздар да бар, жүрмейтін тұздар да бар. Енді қараңыздар, бірінші мынау алюминий сульфидінің гидролизін жазып көрейік. Жалпы білесіздер, иә, біз оны жүктейтін едік қой негізі. Яғни алюминий гидроксиді ол бізде әлсіз негіз, ал күкірт сутек ол бізде әлсіз қышқыл. Демек, бұл бізде гидролиз жүреді деген сөз. Яғни бұл жақта бізде гидролиз жүреді. Кәне жазып көрейік онда. Гидролиз теңдеуін алюминий сульфиді плюс су H2O. Енді білесіздер, бұл жақта бізде бастапқы заттар, яғни алюминийдің гидроксиді және күкірт сутек түзіледі. H2S. Реакцияны теңестіретін болсақ, 2, мына жаққа 3 және судың алдына 6 деген коэффициент. Енді мұқият тыңдаңыздар. Бұл жақта алюминий гидроксиді бізде тұнба, ал күкірт сутек ол бізде газ. Сондықтан қараңыздар, бұл жерде тұнба да түзілді, газ да түзілді. Демек, гидролиз процесі соңына дейін жүреді деген сөз. Сондықтан А жауабын белгілейміз. Келесі, альдегидтерге сапалық реактив дейді. Жалпы альдегидтер тақырыбын оқыған болсаңыздар, жалпы мынау альдегидтер бізде күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісімен әрекеттеседі. Және бұл реакция бізде күміс айна реакциясы деп аталады. Нәтижесінде альдегид бізде тотығып, екі күміс бізде тұнбаға түседі. Яғни міне, біз көзбен көріп, яғни көзбен көрерліктей бір айырмашылық болатын болса, онда ол сапалық реакция болып саналады. Сондықтан бұл жерде әрине Б жауабы. Келесі, натрий карбонатына тән қасиет. Натрий карбонаты ол бізде білесіздер, ол бейорганикалық қосылыс, тұздар класына жатады. Ол бізде ақ түсті ұнтақ және суда жақсы ериді. Шамамен 100 грамм суда 21 грамм натрий карбонаты ериді екен. Сондықтан А жауабын белгілейміз. Алтыншы топ негізгі топша элементтері, яғни бұл жақта периодтық жүйеге қарап, алтыншы топтағы элементтерді қарастырамыз, яғни ол бізде оттек, ол бізде күкірт, селен, телур, полоний деген сияқты элементтерді белгілейміз. Яғни ол бізде мына жақта С вариантында орналасқан. Демек, осы С вариантын белгілейміз. Алтыншы сұрағымыз, алкендер сумен әрекеттескенде түзілген зат дейді. Жалпы алкендер ол бізде жалпы формуласы CN-AgCN болатын қанықпаған көмірсутектер. Бұның құрамында бізде бір қос байланыс бар. Алкендердің ең бірінші өкілі бізде этилен болып табылады. Жалпы формуласы C2H4. Енді бұған бізде су қосатын болсақ, яғни сумен деп тұр, демек су қосамыз. Бұл бізде алкендердің гидратациялану реакциясы деп аталады. Бізде спирт түзіледі екен. C2H5OH, этиленнен бізде этанол алынды. Алкендер гидратацияға ұшырағанда бізде спирт түзіледі екен. Күкірт 4 валент оксидіндегі оттегінің массалық үлесі дейді. Ең бірінші біз әрине бұл қосылыстың формуласын жазып, салыстырмалы молекулалық массасын анықтаймыз. Күкірт бізде 32, 2 оттегі бар, 16-ны 2-ге бөлсек бізде 32. Екеуін бір-біріне қосатын болсақ, бізде 64 шығады. Ары қарай оттегі дейді. Оттегі бізде мұқият қараңыздар. Бұның ішінде 2 атом оттегі бар, яғни 2 көбейтілген 16. Бөлеміз бұны жалпы салыстырмалы молекулалық массасына. 100-ге көбейтеміз. Сонда бізде 50%, яғни тең жартысы, массаның тең жартысы оттегіге тиесілі деген сөз. 197 грамм барий карбонатын айырғанда түзілген барий оксидінің массасы. Ең бірінші осындай есептерде біз әрине зат мөлшерін анықтаймыз. Барий карбонаттың зат мөлшерін анықтау үшін массаны молярлық массаға бөлеміз. 197 грамм молярлық массасын есептеуге, қателеспесем, ол да бізде 197, ол да 197 екен. Демек 1 моль. 1 моль бізде барий карбонаты бар. Онда реакцияны жазамыз. Барий CO3 бізде жазып тұр айырғанда дейді. Демек бұны бізде қыздырған. Нәтижесінде барий оксиді түзілген дейді. Ол барий О және
көмір қышқыл газы СО2. Енді барий карбонаты 1 моль болатын болса, барий оксиді де бізде 1 моль. Неге? Себебі бірдің бірге қатынасы, алдындағы коэффициенттері бірдей, онда зат мөлшерлері де бірдей деген сөз. Осы жерден барий оксидінің біз зат мөлшерін молярлық массаға көбейтеміз, яғни бірді біз көбейтетін болсақ 153-ке, бізде сол 153-тің өзі шығады. Демек, массасы 153 грамм. Вариантын белгілейміз. Массасы 10,4 грамм магний сульфитін алу үшін магний оксидімен реакцияға түскен күкіртті газдың көлемі дейді. Жақсы, тура солай зат мөлшерінен бастаймыз. Магний сульфиті бізде магний SO3. Массасы 10,4 грамм екен, ал бұл қосылыстың молярлық массасы бізде 104-ке тең. Сәйкесінше зат мөлшері 0,1 моль. Енді екінші біз оның реакциясын жазамыз. Яғни қараңыздар, магний сульфитін алу үшін дейді, бұл жақта бізде бір сөйлем аяқталып тұр. Алу үшін десе, ол әрине бізде теңдіктің оң жағында, яғни өнім жақта болады. Енді немен әрекеттеседі? Ары қарай оқимыз. Магний оксидімен дейді, яғни магний оксиді бар бізде, магний О, соған не қосамыз дейді? Күкіртті газ, Ол бізде күкірттің 4 валентті оксиді немесе SO2. Енді қараңыздар, бізде зат мөлшері бар. Магний сульфидінікі 0,1 моль. Реакция теңесіп тұр. Онда күкіртті газдың да бізде зат мөлшері 0,1 мольге тең болады екен. Осы жерден біз оңай осы газдың көлемін таба аламыз. Ол үшін зат мөлшерін көбейтеміз 22,4-ке. Сәйкесінше бізде 2,24 литр деген жауап шығады. Д вариантын белгілейміз. Келесі 10-шы сұрағымыз. Құлақ, мұрын, тіс қабыны бауырғанда электрофорез жасап емдеу үшін құрамында тұздың массалық үлесі 2%, натрий хлоридінің ерітіндісі қолданылады дейді. 450 грамм осындай ерітіндегі тұз бен судың массасы дейді. Енді бізде қараңыздар, жалпы бұл жақта бізде тұздың пайызы берілген. Сол арқылы біз тұздың массасын анықтаймыз. Ол үшін мен не істеймін? Мен ерітіндінің массасын көбейтем натрий хлоридінің массалық үлесіне. Кеттік, онда анықтайық. Жалпы қараңыздар, ерітіндінің общий, жалпы массасы бізде 450, ал массалық үлесі бізде 2%. 2%-ның бізде сандық мәні ол 0,2-ке тең. Яғни мен 100%-ға бөлдім, санға айналдырып алдым. 450-ді біз 0,2-ке көбейтсек, бізде 9 грамм бұл не? Тұз шығады екен. Яғни 9 грамм тұз және қалғаны 441-і бізде ол су деген сөз. Екеуін қосатын болсақ, міне 450 граммның өзі шығады. 11. Диссоциацияланған кезде катион ретінде металл дейді. Яғни бізде металл болу керек міндетті түрде. Және сутек дейді. Металл және сутек. Онда мұқият қараймыз. Бұлар бізде катионға жатады. То есть бізде маңызды сөздер, ол катион, металл және сутек. Енді қарайық. Бірінші қосылысты қараңыздар. Бұл жақта бізде металл бар, катион ретінде, бірақ сутегі жоқ. А вариантын сендер белгілемейсіңдер. Екінші вариант, Б нұсқасын қарайық. Сутегі катионы бар, бірақ металл жоқ. Онда бұны да белгілемейсіңдер. Ары қарай көрейік. Бұл жақта магний, металл бар, бірақ гидроксил тобы, яғни OH тұр. Ол сендерде сутек катионын бермейді. Солай емес па? Сондықтан С варианты бұл жақта да қате. Сыны белгілемейміз. Ары қарай Д нұсқасын қарасаңдар. Калий катион, сутек катион және ары қарай қышқыл қалдығы. Болды, онда осы жауап келіп тұр. Осы Д нұсқасын белгілейміз. Жалпы мынау анықтама бізде ол қышқыл тұздың анықтамасы болып табылады. Бұл бізде қышқыл тұз. Д жауабында тұрған тұздың аты бізде калий гидросульфат. Келесі, 12-ші сұрағымыз. Альдегид молекуласында қос байланысқа сутектің қосылу реакциясы. Мұқият оқысаңыздар, біріншіден бізде альдегид дейді. Және қос байланысқа сутектің қосылу реакциясы дейді. Міне осы екі кілт сөзді біз анықтап алдық. Енді қараңыздар, А жауабында бізде ешқандай сутек жоқ. Яғни таза сутек болу керек та, бұл жақта жай зат болу керек сутек. Б жауабында тура солай, және бастапқы заттар бізде спирт болып тұр. Онда бізде жалғыз дұрыс жауап ол міне С. Міне байқап қарасаңдар, міне сутектің қосылу реакциясы дейді. Шынымен бұл жақта тек қана сутек қосылып тұр. Жалпы бұл жерде бізде не түсіледі? Бізде бұл жерде спирт түсіледі екен, құрметті оқушылар. Альдегидтердің бұл гидрлену реакциясы деп аталады.
бастапқы альдегид бізде этанол болса, ал реакциядан кейін бізде этанол түзілді, яғни бұл бізде спирт. Келесі 13-ші сұрағымыз бізде хлороформның формуласы дейді. Жалпы хлороформ бізде ол алкандардан алынады. Алкандардың ең бірінші өкілі метаннан алынады, нақтырақ айтатын болсақ. Білесіздер, галогендермен бізде тек қана жарықтың қатысында әрекеттеседі, және үшінші сатысында түзіледі. Мен үш сатыны біріктіріп жаздым, яғни бізде хлороформ, осы CH хлориш немесе трихлорметан, және 3 молекула хлорсутек газы бөлінеді екен. Сондықтан мына жақта хлороформның формуласы ол Б болады екен. Келесі, массасы 50 грамм натрий хроматының сулы ерітіндісіне барий хлорид ерітіндісінің артық мөлшерін қосқанда дейді. Массасы 468 грамм тұнба түзілді. Жақсы, есепті басынан бастап реакциямен жазайық. Натрий хроматы дейді. Натрий хроматы бізде натрий 2 хром 4 деген қосылыс сулы ерітіндісіне барий хлорид ерітіндісін қосты дейді. Жақсы, бізде мына жақта барий хлориді. Енді бұл жерде ион алмасу реакциясы жүзеге асады. 2 натрий хлориді және барийдің хроматы түзіледі. Барий хром 4. Міне осындай реакция. Енді қараңыздар. Мынау натрий хроматының массасы мынау 50 грамм деген сөз емес. Осы жерден байқаңыздар, бұл 50 грамм емес. Неге? Себебі сулы ерітіндісі деп тұр. Яғни бұл жақта тағы су бар. Сол жалпы массасы 50 грамм деп тұр бізге. Жарай ма? Сондықтан біз бұған әлі назар аудармаймыз. Біз қайсымен шығарамыз? Біз мынау тұнбамен шығарамыз. Қараңыздар. 4,68 грамм тұнба түзілді дейді. Ол тұнба кім? Ол әрине бұл жақта барий хроматы. Демек, осының массасы бізде 4,68 грамм деген сөз. Бірден зат мөлшерін анықтайық барий хроматының. Барий хром 4. Зат мөлшерін анықтау үшін массаны бөлеміз малярлық массаға. Бізде малярлық массасы 253 екен. Ал кеттік бөлейік. Жауабымыз бізде 0,0185. Міне бізде нақты сан шыққан жоқ, сондықтан мен үтірден кейін 4 сан алдым. Міне зат мөлшері шықты, онда барий хроматының мен зат мөлшерін осы жоғарғы жағына жазып қоямын. Енді есепті ары қарай оқыңыздар. Бастапқы ерітіндідегі натрий хроматының массалық үлесі дейді. Демек, маған мына жерде таза натрий хроматының мен массасын таба аламын. Ол үшін мына мольді қолданамын, барий хроматы 0,0185 болса, натрий хроматы ол да тура сондай зат мөлшерін көрсетеді. Кеттік, енді натрий хроматының таза массасын анықтайық. Натрий 2 хром 4. Ал кеттік. Зат мөлшерін көбейтеміз малярлық массаға. Малярлық массасы бізде 162 екен, көбейтеміз. Енді жуық шамамен бізде 3 грамм шықты. Осы жерден біз массалық үлесін анықтайық. Натрий хроматының массалық үлесі, яғни сол натрий хроматының массасын бөлеміз жалпы массаға. Жалпы масса бізде 50 грамм. Көбейтеміз 100-ге. Сәйкесінше бізде 6% шығады екен. Демек, жауабын белгілейсіздер. Келесі 15-ші сұрағымыз, этилен жеміс жидектерін пісіруін тездететін ерекше қасиеті бар дейді. Этиленнен полиэтилен, сірке альдегид, сірке қышқылы және этанол алынады. Жақсы, енді бастапқы бөлігі бізде теория жай ғана, бізге бұл ақпарат қана беріп тұр, есепке бұның қатысы жоқ негізінен. Енді ары қарай оқиық. Этиленнің 42 граммын жанасу аппараты арқылы бір рет жібергенде 34 грамм этанол түзіледі дейді. Байқасаңыздар, біз осы реакцияны осыған дейін жаңа шығарған болатынбыз. Кеттік онда. Этиленнің формуласы бізде C2H4. Массасы 42 грамм екен. Демек, зат мөлшерін анықтайық. 42-ні бөлеміз біз малярлық массасы, яғни 28-ге. Сәйкесінше бізде 1,5 моль этилен бар деген сөз. Енді қараңыздар. Жіберген, жаңағы жанасу аппараты арқылы бір рет жіберген, сонда 34 грамм этанол түзіледі дейді. Этанолдың теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымы. Жалпы білесіздер, шығымды анықтау үшін мен не істеуші едім? Практиканы бөлемін теорияға және көбейтем 100%-ға. Енді қараңыздар, бізде мына 34 грамм деген берілді, түзіледі деп. Мен бұған тиіспеймін. Бұл бізде қандай масса? Практика ма, әлде теория ма? Бұл бізде әрине практикалық масса. Неге? Себебі мынау
сөз, иә, одан кейінгі сөз түзіледі, алынады, алынды, түзілді деген сөздер болса, ол практикалық масса деген сөз. Мен бұған әзірше тиіспеймін. Мен реакция жазамын. Яғни этилен плюс су деймін. Енді су қосу арқылы біз жаңа айттық, этанол аламыз дедік. C2H5OH. Енді қараңыздар. Этилен бізде 1,5 моль. Одан қанша этанол түзіледі? Реакцияға қараймыз. 1-дің 1-ге қатынасы, коэффициенттері бірдей болса, зат мөлшерлері де бірдей. Бұл да бізде 1,5 моль. Енді қараңыздар, мен массасын анықтаймын осы. Этанолдың массасын анықтаймын. Бұл бізде теориялық масса болады. Яғни 1,5-ті көбейтем, мен малялық массасы бізде 46-ға, иә? Малялық массасы бізде 46. 69 грамм. 69 грамм түзілген екен. Сонда қараңыздар. Практикада бізде 34 түзілген, бірақ негізі 69 грамм түзілу керек еді. Онда шығымды анықтаймын, иә? Жаңағы формуланы еске түсіреміз. Міне жазып қойдым мен оны. Практиканы, яғни 34 граммды бөлемін теориялық массаға. Теория бізде біз жаңа ғана шығардық, міне ол 69 грамм. Және көбейтеміз 100%-ға. Ал кеттік. Жауап бізде 49,127 дейді. Енді түрден кейін тек қана бір ғана саналған екен, онда 49-да 3 дейміз. С жауабын белгілейміз осы жерде. 16-шы сұрағымыз. Массасы 1,6 грамм мыс эквивалент оксидін толық еріту үшін 10% күкірт қышқылының көлемі дейді. Жақсы. Кез келген есеп бізде зат мөлшерден басталады. Мен бұл жақта мыс эквивалент оксидінің зат мөлшерін анықтаймын. Зат мөлшер куб мол. Тең. 1,6-ны бөлемін малялық массасы 80-ге. Зат мөлшер бізде 0,2 моль шықты. Енді реакциямыздан қараңыздар. Осы мыс эквивалент оксидін еріту үшін дейді. Бізге негімен әрекеттестірген күкірт қышқылымен жазамын. H2SO4. Түзіледі бізде мыстың сульфаты эквивалентті және H2O. Су түзіледі. H2O. Жақсы, енді мен жаңа ғана зат мөлшерін анықтадым. Реакциямыз теңесіп тұр. Мыс оксиді бізде 0,2 болса, күкірт қышқылы да 0,2. Себебі коэффициенттері бірдей, Ол жерде массасын анықтайық. Күкірт қышқылының массасын анықтайық. Масса H4 тең 0,2-ні көбейтем 98-ге. 0,2-ні 98-ге көбейтетін болсақ, бізде 1,96 грамм түзіледі, Бұл бізде таза күкірт қышқылының массасы. Енді ары қарай оқиық, қараңыздар. Бұл неше процентті, неше пайызды күкірт қышқылы? Бізге есеп айтқан 10% күкірт қышқылы дейді. Яғни біз жаңа ғана кімді таптық? Біз күкірт қышқылын таптық. Демек, осы бізде 10% деген сөз. Түсінікті ғой, Ал бізге ерітіндіні табу керек. Ерітінді. Ол бізде жалпы 100%. 100%да X деп, осы жерден X анықтайтын болсаңыздар, ерітіндінің массасы 19,6 грамм болады. Бұл масса ерітінді, Енді бізге көлем қажет екен. Мына формуланы білесіздер, барлықтарыңыз M тең ρV деген. Осы жерден көлемді анықтау үшін біз массаны тығыздыққа бөлеміз. Масса бізде 19,6, ал тығыздығы бізде есепке берілген, ол 1,66 грамм сантиметр куб дейді. Кеттік бөлейік. Жақсы, бізде 18,138 деген сан шықты, яғни миллилитр немесе сантиметр куб. Жауабын белгілейміз. Келесі, құрамында 5,4% алюминий, 1,6% мырыш және 93% магний бар, массасы 100 грамм құйманы тұз қышқылымен өңдеген дейді. Сол кезде түзілген сутектің көлемі. Енді қараңыздар, бұл жақта пайыз, енді өзі 100 грамм екен, онда алюминий бізде 5,4 грамм деген сөз. 100 граммның 5,4%, ол 5,4 грамм. Онда бірден зат мөлшерлерін анықтайық, кеттік. Алюминий бізде 5,4 бөлеміз 27-ге. Тура солай мырыштікін анықтаймыз. Бізде оның массасы 1,6 ғана грамм болады. Оны 65-ге бөлеміз. Және соңғы металл ол бізде магний. 93-ті бөлеміз 24-ге. Ал кеттік. 5,4-ті біз 27-ге бөлетін болсақ. Бірінші металл алюминий. Тұз қышқылымен дейді. Яғни H хлор. Жеке-жеке әрекеттестіреміз. Мырыш қосылған H хлор, тұз қышқылы. Және үшінші металл магний, оған да тұз қышқылын қосқан. Міне, осындай реакцияларды жазамыз.
Реакцияларды теңестіріп алдық. Енді мольдерін жазайық. Алюминий бізде 0,2, онда бізге кімді анықтау керек өзі есепте? Бізде сутекті анықтау керек. Онда мына сутекті анықтау үшін не істейміз? Өзінікіне бөлем, өзінің коэффициентіне бөлемін. 0,2-ні 2-ге бөлсеңдер 0,1, көбейтем оны 3-ге. Себебі мен сутек тауып жатырмын, Сонда бізде зат мөлшері 0,3 шығады. Ары қарай мырыш 0,25. Онда сутегі де 0,25 болады. Коэффициенттері бірдей. Магний 3,875 болса, сутегі де бізде тура солай. 3,875. Міне, сонда барлық сутекті біз анықтау үшін барлығын қосып шығамыз, Сонда жалпы қанша моль сутек түзіледі? Барлығын бір-біріне қосып шығайық. Бізде 4,2 моль сутегі бөлінді деген сөз. Осы жерден енді көлемін анықтаймыз, Көлем сутегі тең 4,2 көбейтілген 22,4. Бізде жауап 94,8 дейді, бірақ 94 деп жуықтап ала салған екен. 94 литрді жауабын белгілейміз. Келесі, суға 6,9 грамм натрий мен 7,8 грамм калийден тұратын құйма салғанда бөлінетін газдың көлемі дейді. Жақсы, бұл жақтан біз натрийдің зат мөлшерін анықтаймыз. Барлық есеп зат мөлшерден басталды. 6,9 бөлінген 23 шығады бізде 0,3 моль. Тура солай калийдікін де анықтаймыз. Массасын малярлық массаға бөлеміз. 0,2 моль. Міне, анықтап алдық. Ары қарай реакция жазамыз. Натрий қосылған су. Калий қосылған су. Жалпы білесіздер, сілтілік металдар сумен өте белсенді әрекеттесіп, сілті мен сутегін түседі. Екінші реакция бізде тура солай. Тек қана теңестіруді ұмытып кетпеңіздер, Алдарына мына коэффициенттерді қойып шығамыз. Енді зат мөлшерлерін біз жаңа анықтадық, жазып қойық. Натрийдің үстіне 0,3 деймін, калий бізде 0,2. Енді бізде бөлінетін газдың көлемі дейді. Газ бұл жақта да бізде сутек екен. Жаңағы принципті қолданамыз, яғни бөлеміз өзінікіне, 0,3-ті 2-ге бөлеміз, сутектің алдында 1-ге көбейтсең ештеңе өзгермейді, 0,15 моль. 0,2-ні 2-ге бөлеміз, 0,1 моль. Сонда қайтадан, бізде жалпы қанша сутегі бөлінді? Жалпы бізде 0,125 моль сутегі бөлінді. Енді оның көлемін табатын болсақ, біз жай ғана оны 22,4-ге көбейтеміз. 5,6 литр шығады екен. Яғни жауабын белгілейміз. Келесі 19. Құрамында 13% қоспасы бар 40 грамм марганец 4 валентті оксидімен дейді. Жақсы, енді бірінші осымен осы сөйлемді шешіп алайық. Бұл бізде нені көрсетіп? Жалпы қараңыздар. Бұл зат, енді кез келген зат, ол 100%, бізде 100% зат. Енді бірақ бізге айтады, мынаның 13% бізде қоспа дейді. Мынау жалпы 100% бұл. Бірақ 13% қоспа. Қоспа бізге керек па? Реакцияға түсе ма қоспа? Жоқ, түспейді. 13% демек бізде реакцияға түспейді. Демек қалған 87% бізде реакцияға түседі деген сөз. Демек, қараңдар, бізде жалпы 40 грамм деп тұр ғой. Біз соның 87%-ын тауып аламыз. Себеп 87% таза. Кеттік. Марганец 4 валентті оксид дейді. Жақсы. 40-ты көбейтемін 0,187-ге. Мынау түсінікті, неге 0,87? Ол бізде 87%-ын сандық мән. Жақсы, бізде 34,8 грамм. Міне, осы массамен есептейміз. Зат мөлшерін анықтайық, марганец 4 валентті оксидінің 0,4 мольге тең екен. Енді реакция жазуға болады. Кеттік. Реакциямыз бізде қандай? Бірінші марганец 4 валентті оксидін ары қарай оқиық. Алюминотермиялық әдіспен алынған марганецтің массасы. Мынау алюминотермиялық деген әдіс, құрметті оқушылар, сендер таза алюминийді қосасыңдар. Міне таза алюминий болу керек. Таза алюминийді қосасыздар, нәтижесінде бізде алюминийдің оксиді және металл түзіледі. Енді марганец 4 валентті оксиді бізде 0,4 болса, түзілетін марганецтің зат мөлшері ол да 0,4 болады. Осы жерден бірден массасын анықтайық. 0,4-ті көбейтеміз біз 55-ке. Нәтижесінде 22 грамм түзіледі екен. С жауабын белгілейміз. Жылына жер қыртысынан 3,6 миллиард тонна мұнай өндіріледі. Егер ол сыйымдылығы 60 тонна цистерналармен тасымалданатын болса, онда 50 цистерна тіркей алатын пойыз саны.
Жақсы, бізде бір цистернаға 60 тонна мұнай сыяды екен. Ал бір пойыздың құрамында бізде жалпы 50 цистерна бар. Яғни 50 цистерна әрқайсысына 60 тонна мұнай сыяды. Сонда жалпы бұл жақта 3000 тонна мұнай тасымалдай алады екен. Ол бір пойыз. Енді бізге айтады неше пойыз керек дейді. 3,6 миллиард тонна мұнайды тасымалдау үшін. Онда осы 3 миллиард 600 миллионды біз 3000-ға бөлеміз, 3000 тоннаға. Сонда бізде 1 миллион 200 мың пойыз шығады екен. Онда А жауабын белгілейміз. Енді келесі контекст сұрақтарға көшейік. Бұл жерде химиялық реакция жылдамдығына әсер ететін факторлар екен. 21-ші сұрағымыз химиялық реакция жылдамдығына әсер етпейтін фактор. Енді бұл жақта мәтінді дұрыстап қарайтын болсаңыздар, бұл жақта әсер ететін факторлар жазылған, иә? Мысалға, міне реагенттердің концентрациясы, физикалық күйі, яғни агрегаттық күй, температура және өршіткі дейді. Осы факторлар бізде әсер етеді. Демек, бізде тығыздық жайлы ешқандай сөз қозғалмады, сондықтан әрине тығыздық бізде әсер етпейтін факторлар қатарында. Химиялық реакция жылдамдығының өзгерісіне керісінше әсер ететін фактор дейді. Онда жаңағы әсер етпейтін факторларды алып тастайық. Ол әрине мынау тығыздық, иә, Е жауабында тұр. Оны алып тастаймыз. Концентрация, температура, көлемі дейді. Көлем бізде әсер етпейді. Ол жаңағы тізімде болған жоқ. Мына жақта қайтадан А жауабында тығыздық тұр. Енді бізде екі вариант қалды. Бұлында қайтадан міне көлем тұр. Көлем жайлы да ешқандай сөз айтылған жоқ. Тек қана концентрация және физикалық күй. Міне осы екеуі дұрыс болып тұр. Келесі 23. Бізде аммиактың жану реакциясы катализатордың қатысында реакцияның сипаттамасы дейді. Жақсы, эндотермиялық реакция дейді. Жоқ, бұл негізінен эндотермия емес, бұл керісінше экзотермиялық реакция. Яғни бұл жақта жылу бөлінеді. Гетерогенді катализ дейді. Я шынымен негізінен бұл жауап келеді. Гетерогенді катализ. Неге? Себебі әрекеттесуші заттар бізде газ, ал катализаторымыз қатты. Көріңдер ғой, екеуі әртүрлі. Ал әртүрлі болса ол бізде гетерогенді болушы еді. Сондықтан дұрыс бұл жерде гетерогенді катализ. Басқа жауаптарда қарап шығайық. Катализдік емес дейді өтірік. Себебі міне катализатор тұр бізде платина. Гомогенді катализ ол да өтірік. Алмасу реакциясы ол да болмайды. Сондықтан Б жауабы дұрыс. Реакция барысында заттың концентрациясы 60 секунд өткенде 0,24 мл, ал 2 минут 15 секундтан кейін 0,32 мл болған кездегі реакция жылдамдығы дейді. Жақсы, біз уақытты жазайық, яғни бірінші уақыт бізде 60 секунд. 60 секунд болғанда бізде бірінші концентрациямыз 0,24 молярлы болған. Енді уақыт өтті. 60 секунд емес, енді біздің екінші уақытымыз ол 2 минут 15 секунд. Мұнанды бірден секундқа айналдырайық. Енді айырмашылығын есептейік. 60 секунд пен 135 секундтың айырмашылығы бізде қанша секунд? Ол әрине 75, иә? Дельта Т бізде 75 секунд. Келесі, концентрация бізде бастапқы 0,24, ал екінші концентрация бізде 0,32 молярлы. Қайтадан айырмашылығын табамыз, яғни бір-бірінен азайтамыз. Дельта С бізде 0,8 молярлы. Болды, онда жылдамдықтың біз оңай анықтай аламыз. Плюс-минус дельта С бөлінген дельта Т, 0,8 бөлінген 75. Шығады бізде 1,6 10-ның минус 3 дәрежесі. Е жауабын белгілейміз. Реакция 80 градус температурада 27 минутта аяқталады. Осы реакцияны 60 градус температурада аяқталу уақыты дейді. Жақсы, енді біз білесіздер, Ванков ережесі бойынша гамма Т2 минус Т1 бөлінген 10 деген формула бар, иә бізде. Есептейік. Гамма бізде 3-ке тең. Температура өзгерісі бізде 20 градус, 80 мен 60-ның арасы 20 градус. Соны бөлеміз 10-ға. Яғни 3-тің 2 дәрежесі сендерде 9 есе болады екен. Енді бұл не? 9 есе өседі ме? Әлде 9 есе кемейді ме? Температураға қараймыз. Температура бізде кеміді. Демек, жылдамдықта бізде 9 есе кемейді деген сөз. Жылдамдық кемісе, онда уақыт бізде әрине көбейеді. Енді біздің реакциямыз 27 минутта емес. Яғни 9 есе баяу өтеді. Сондықтан біз 27-ні 9-ға көбейтеміз. Нәтижесінде біздің реакция 243 минутта аяқталады деген сөз. 26-шы сұрақ, берілген теңдеудегі толық және қысқартылған иондық теңдеулердің коэффициенттері. Бұл жақта ең маңызды реакцияны теңестіру.
реакция бізде теңес бар, онда бірден толық иондықты теңдеуді жазып шығайық. Яғни литий гидроксиді бізде суда ериді, сондықтан оңай иондарға ыдырайды. Азот қышқылы да бізде күшті электролит, оны да ыдыратып жазамыз. Литий нитраты еритін тұз. Бірақ суды ыдыратпаймыз. Яғни суды мен H2O деп жазам. Оны ыдыратпаймын. Жалпы ыдыратпайтын қосылыстардың құрамына бізде тұнбалар, газдар және оксидтер, оксидтер жатады. Қалғанның барлығын біз ыдыратамыз, ерісе болды. Енді санап шығайық. Реагент жақта бізде 4-еу коэффициенттердің қосындысы, өнім жақта бізде 3-еу. Жалпы қосатын болсақ, демек толық иондықта бізде 7-ге тең. Бұл жауабын белгілейміз. Келесі қысқартылған иондық теңдеуді жазу үшін екі жақта да кездесетін иондарды сызып тастаймыз. Яғни бұл литий және нитрат. Не қалды? OH-, H+, және H2O. Демек барлық коэффициенттердің қосындысы бізде 3-ге тең. А мен бұл жауаптарын белгілейміз. Қысқартылған иондық теңдеуге COH2-, 2H+, және CO2 мен H2O бөлінген екен. Қай реакция сәйкес келеді? Енді қараңыздар. Мынау карбонат ионы түзілсе, демек бұл еритін тұз деген сөз. Еритін. Мына жақтан біз сутегінде көріп отырмыз, демек қышқыл, яғни бұл еритін қышқыл деген сөз. Және еритін тұз болу керек, міне. Өте маңызды бұл екі нәрсе. Демек біз еримейтіндерді алып тастаймыз. Мысалға міне кальций карбонатын қараңыздар. Ол сендерде тұнба. Ол сіздерге мына COH деген ионды бере алмайды. Сондықтан д жауабын бірден сызып тастаймыз. Тура солай мынау кремний қышқылы. Сызып тастаймыз. Мырыш карбонаты. Сызып тастаймыз. Барий карбонаты. Оны да сызамыз. Натрий гидроксиді ол бізде сілті. Оны да алып тастайсыздар. Енді қай жауаптар қалды? Бізде А нұсқасы қалды. Келісеміз. Мынау ериді. Мынау да ериді. Керемет. Қышқыл, карбонат. Екеуі де ериді. Белгілейміз. Және соңғысы азот қышқылы мен литий карбонаты. Керемет, ол екеуі де ериді. Болды, осы 3 жауапты белгілейміз. Келесі айналымындағы азаты дейді. Енді байқап қарасаңдар, бұл жақта күкірт, AgCS жандырған бізде SO2 түзілді. Одан азат алынды және одан күкірт қышқылы алынған екен. Енді күкірт қышқылында бізде күкірттің валенттілігі 6-ға тең. Демек, мына жақта бізде А қосылысы ол да 6 валентті деген сөз. Енді бұл реакцияны сіздер жақсы білесіздер. Бұл бізде күкірттің 6 валентті оксидіне су қосу арқылы күкірт қышқылын алу процесі. Демек, мына жақта міне 3-ші реакциямыз бізде осы. Ал 2-ші реакция ол мына SO2-ні ары қарай тотықтырып SO3 алу. Демек, бізде тек қана бір ғана дұрыс жауап, ол А жауабы. Келесі 29-шы есеп бертолий тұзы дейді. Яғни ол бізде калий хлораты. Бірден зат мөлшерін анықтайық. 340 грамды бөлеміз малярлық массасына. Ол бізде 2,77 мольге тең. Ары қарай реакцияны жазамыз, яғни ыдырату реакциясы. Бұны қыздырамыз. Катализатор бар бұл жақта, құрметті оқушылар. Нәтижесінде калий хлориді және оттегі бөлінеді. Реакцияны теңестірейік. Калий хлоратының зат мөлшерін өзінің үстіне жазамыз. 2,77. Енді бізге табу керек түзілген тұздың массасы және оттектің көлемі. Түзілген тұздың зат мөлшері тура бастапқыныкіндей болады, ал оттегінікі одан 1,5 есе көп. Яғни 4,15 мольға тең. Массасын анықтайық. Калий хлоридінікін. Яғни 2,77-ні көбейтеміз малярлық массасы 74,15-ке. Нәтижесінде бізде 206,365 грамм дейді. Енді бұл жақта жуықтаған екен. Мен мына жақта үтірден кейін тағы бір сандар алған жоқпын. Сондықтан бұл жақта енді 207 грамм шығады. Келесі оттектің көлемі тура солай. Молін, бірақ 22,14-ке көбейтеміз. Бізде жауап 93 литр шығады. Жауабын белгілейміз. Келесі 30-шы сұрағымыз карбон қышқылдар бейорганикалық қышқылдар сияқты әрекеттеседі. Енді бұлар қышқылдар болғандықтан әрине металдармен әрекеттеседі. Екінші бейтараптану реакциясы сілтімен де әрекеттеседі. Және үшінші ол мынау карбонат ионына сапалы реактив, ол қышқылдармен әрекеттесу, яғни органикалық қышқыл болсын, бейорганикалық қышқылдар болсын, екеуімен де реакцияға түсе береді екен.
Келесі сұрағымыз. Бұл жақта бізде магний катионы берілген және гидросульфаттың анионы берілген. H4 минус магний 2 плюс делінген. Енді қараңыздар. Білесіздер, қарама қайшы қойылады, яғни гидросульфат бізде минус 1 деген сөз, яғни 1 валентті, ал магнийіміз бізде 2 валентті. Сондықтан бұл жақта гидросульфат жақша алынып, сыртына 2 деген индекс қойылады. Яғни біз F жауабын белгілейміз. Енді бұл қосылыстың аты ол магний гидросульфаты. Неге гидросульфат, неге дигидро емес? Біз мына қышқыл қалдығының өзіне қараймыз. Қышқыл қалдығының өзіне. Бұнда сутектің саны бізде бар болғаны біреу ғана. Сондықтан біз жай ғана магний гидросульфаты дейді екенбіз. Яғни Д жауабы бұл жақта дұрыс. Дигидро болмайды бұл жақта. Мынау 2 ол жай ғана магнийдің валенттілігі арқылы қосылған сан. Келесі 32-ші сұрақ. Тұрмыста өрт сөндіргіш жабдықтарды және жасанды минералды суларды өндіруде қолданылатын зат. Бұл затты сіздер білесіздер, күнделікті тұрмыста бұны қолданамыз. Ол әрине ас содасы, яғни Д жауабын белгілейсіздер. Арендерге тән химиялық реакциялар. Жалпы білесіздер, арендер ол бізде бензол және оның гомологтық қатары, жалпы формуласы CnH2 минус 6 болып табылатын ароматты көмірсутектер. Енді бұлар әрине ароматты көмірсутектер болған соң, бұл жақта қосылу реакциялардан әсіресе гидірлену, яғни бұлар сутегін қосып циклогексанға айналуы мүмкін, әсіресе бензол және оның гомологтары айтылып айтады. Екінші реакциялардың бірі ол әрине жану. Енді барлық органикалық заттар бізде жану реакциясына қатысады. Және үшінші ол бізде орын басу реакциясы. Бензол бізде сақинасы негізі өте тұрақты болып келеді. Мына ароматты байланыс бізде өте күшті байланыстардың бірі. Бұл жақта мысалға бром мен темірдің 3 валентті тұздар қатысында әрекеттесе, бұл жақта бізде орын басу реакциясы жүзеге асады. Келесі 34. Массасы 20 грамм кальций мен күміс қоспасын дейді. Яғни мына жақтағы бізде 20 грамм ол кальций мен күмістің жалпы массасы. Тұз қышқылмен өңдегенде 6,72 литр газ бөлінді. Енді бірден осы газдың зат мөлшерін анықтасақ. 0,3 моль. Жақсы. Кеттік, енді реакция жасамыз. Кальций тұз қышқылымен және күміс тұз қышқылымен. Бұл жақта екеуін екі бөлек реакция қылдырып жасамыз. Екінші реакция бізде әрине жүзеге аспайды, себебі күміс сутектен кейін орналасқан. Оған күші жетпейді. Ал кальцийдің сутекке күші жетеді, кальций хлориді мен сутегі газы болады. Демек, бұл жақта бөлінген жалғыз газ ол бізде сутегі, зат мөлшерін біз жаңа анықтадық. Онда біз кальцийдің де зат мөлшерін анықтаймыз, яғни ол 0,3 мольге тең екен. Осы жерден кальцийдің массасын анықтасақ, 0,3-ті 40-қа көбейтеміз, яғни бізде 12 грамм кальций бар деген сөз. Мына жаққа жазып қояйын, 12 грамм кальций. Демек, бізге айтылған есепте бұл екеуі жалпы 20 грамм деген, онда қалған 8 граммы ол бізде күміс. Осы жерден күмістің пайызын анықтайық. Яғни 8-ді бөлеміз жалпы массаға, көбейтеміз 100-ге. 40%. Тек қана Д жауабын белгілейміз. Және соңғы сұрағымыз тотығу үрдісі. Оны тотығу үрдісі ол бізде тотығу дәрежесі артатын үдеріс. Ал тотықсыздану оған қарама қарсы, яғни тотығу дәрежесі кемейді. Енді тотығу дәрежесі қай жерде артып тұр бізде? Қараймыз мұқият, мысалға міне натрий 0 болды, реакциядан кейін +1. Тотығу дәрежесі артты. F жауабын да белгілейміз. Марганец +4-тен +7-ге дейін артты. Және болды, міне осы екі-ақ жауапты бұл жақта белгілейді екенбіз. Міне осымен құрметті көрермен, біздің тест талдауымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Арнаға жазылып қойыңыздар. Құдай қаласа алдағы уақытта өте көп пайдалы видеолар түсірілетін болады. Аман сау болыңыздар.